Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы есімдік, жіктеу есімдігі, жіктеу есімдіктерінің септелуі. Бүгінгі сабақта сіздер есімдік және оның түрлерімен танысасыздар, жіктеу есімдіктері туралы ережелерді меңгересіздер, жіктеу есімдіктерінің септелу ерекшеліктерін білесіздер. Есімдік дегеніміз не? Есімдік заттың атын, сынын, санын білдіретін сөздердің орнына қолданылатын сөз табы. Яғни есімдік балалар сын есімнің де, сан есімнің де, зат есімнің де орнына қолданыла береді екен. Сұрақтары: кім, не, кімдер, нелер, қандай, қанша. Есімдіктердің түрлері: жіктеу есімдіктері, сілтеу есімдіктері, сұрау есімдіктері, белгісіздік есімдіктері, болымсыздық есімдіктері және өздік есімдіктері болып 6 түрге бөлінеді. Жіктеу есімдіктері сөйлеуші жақты білдіреді. Жақтарына қарай бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ болып бөлінеді. Жекеше түрде мен, сен, сыпайы түрде сіз, үшінші жақта ол. Көпше түрде біз, сендер, сыпайы түрі сіздер және олар. Жіктеу есімдіктерінің септелуі септік жалғауларының жіктеу есімдіктеріне жалғануы. Атау септікте мен, сен, ол, біз, сендер, олар. Ілік септікте менің, сенің, оның, біздің, сендердің, олардың. Барыс септікте маған, саған, оған, бізге, сендерге, оларға. Табыс септікте мені, сені, оны, бізді, сендерді, оларды. Жатыс септікте менде, сенде, онда, бізде, сендерде, оларда. Шығыс септікте менен, сенен, одан, бізден, сендерден, олардан. Көмектес септікте менімен, сенімен, онымен, бізбен, сендермен, олармен. Яғни септіктердің сұрақтарына қарай, септік жалғауларының өзінің сұрақтарына және жалғауларына қарай жіктеу есімдіктері осындай мағынада қолданылады екен. Мысалы, табыс септігінің сұрақтары кімді, нені, қолданылатын жіктеу есімдіктері мені, сені, оны, бізді, сендерді, оларды сұрағына қарай үйлестіріледі екен. Жіктеу есімдіктерінің қандай ерекшеліктері бар? Жіктеу есімдіктеріне тәуелдік жалғау жалғана алады. Мысалы, менің қаламым, оның үйі. Көптік жалғауларды қабылдайды. Біздер, сендер. Тіркесу арқылы сөйлемде бастауыш немесе толықтауыш қызметін атқарады. Ол маған көмектесті. Бұл жерде ол бастауыш қызметін атқарып тұр. Маған, кімге? Маған. Толықтауыш қызметін атқарып тұр. Жіктеу есімдіктері жоғарыда айтып өткеніміздей септеле алады. Менің досым бар. Бізге сыйлық келді. Кімге? Бізге. Оларды шақырдым. Кімді шақырдым? Оларды шақырдым. Табыс септігінде қолданылып тұр. Менің деген ілік септігінде қолданылып тұр. Бізге. Кімге сыйлық келді? Бізге. Барыс септігінің орнына қолданылып тұр. Тәуелдік және көптік жалғаулармен қатар қолданыла береді. Мысалы, сендердің пікірлерің, олардың жетістіктері. Қорытындылай келе айтатын болсақ, есімдіктер сөйлемдегі мағынаны толықтыру үшін қолданылады. Жіктеу есімдіктері сөйлеуші жақты білдіреді. Олардың септелуі сөйлемдегі грамматикалық байланыстарды айқындайды. Мынандай төмендегі сұрақтарға жауап беріп кетсеңіздер.
Есімдік қандай сөз таптарының орнына қолданылады? Есімдіктің неше түрі бар? Қандай түрлері бар? Жіктеу есімдіктерінің ерекшелігі неде? Кері байланыстарыңызды бүгінгі сабақта қандай қиындықтар болды? Әлі де нені түсінгіңіз келеді? Бүгінгі сабақты жақсы түсіндіңіз бе? Осы пікірлер аясында білдіріп кетсеңіздер. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.